Balalar, sендер хан талапай ойын туралы білесіңдер ме? Ендеше ойын шартымен тағы бір рет таныстырып өтейін. Менің қолымдағы дорбада көп асықтар бар. Оның ішінде бір қызыл асық бар. Ол хан асығы деп аталады. Кім сол хан асығын алса, ойынды бірінші болып сол бастайды. Талапай-ау, талапай, басталды ойын алақай деп мен асықтарды ортаға шашып жіберемін. Сендер талапай, талапай деп асықтарды жүректен теріп аласыңдар. Ойын соңында кім көп асық жинаса, сол жеңімпаз болады. Бастаймыз ба? Талапай-ау, талапай, басталды ойын алақай. Ал балалар, енді қызыл асық кімде екен? Қызыл асық Нұрисамда екен. Демек ойынды Нұрисам бастайды. Ал кімде қанша асық бар? Қанекей, көрсетейікші қанша асығымыз бар? Хамза, сенде неше асық бар? Хамзада 3 асық бар. Айым, сенде неше асық бар? Неше асық бар? Көрсете ғой. 3 асық бар екен Айымда. Нұрисамда неше асық бар екен? 2, 3, 4, 5. 5 асық бар екен. Жарайсыңдар, ойында бірінші болып бізде Нұрислам бастайды. Балалар, өзімізге бір сақа сайлап алып, қалған асықтарымызды күндеге тігеміз. Бір қарап қоямыз. Иә. Ең көп асықты жинап, Нұрисам жеңіске жетті. Осымен бүгінгі хан талапай ойынымыз аяқталды. Сендерге қатысқандарына көп рахмет. Сау болыңдар балалар.